шығармашылық байқау осымен биыл 7-ші жыл болып жатыр. Өте жақсы деңгейде. Бізде қатысушылар да көп. Жан-жақтан бүкіл облыстан, бүкіл қалалардан келіп жатыр. Я Сабирова Рабия Султанбековна, учитель информатики средней школы имени Валерия Чкалова Жамбылского района Жамбылской области. Участвую в этом конкурсе впервые. Мне очень понравилась организационная работа данной компании. Все очень организовано, продумано. Задачи очень интересные. Даже мы, учителя, вот сидели и задумывались. И это радует, что конкурс проводится именно для учителей математики, информатики и физики. Развивает наших учителей. Спасибо огромное вам. Менің аты жөнім Оңғарбаев Диас Ғазизұлы. Алматы облысы Кербұлақ ауданы Саржег ауылынан келдім. Бұл турнир жайында аудандық метод кабинеттен естіп, осы жолы бірінші рет қатыстым. Турнир өте жақсы, әділ өтті деп ойлаймын. Қолдан келгенше есептің бәрін шығардық. Мен Түркістан облысы Келес ауданынан келдім. Математика пән мұғалімі Темирова Шұбармын. Берілген халықаралық олимпиаданың есептері өте жақсы. Мектептің программасына сәйкес жақсы қанағаттандырылған, жақсы есепті орындап шықтық. Жақсы нәтижелі орын аламыз деп үміттемін. Мен Жамантаев Абділда Салықович. Мен Түркістан облысы Келес ауданының физика пәні мұғалімі. Олимпиададағы есептер мектеп программаларымен, бағдарламалармен сәйкес әдемі келіп тұр. Құдай қаласа біз есептерді шығардық. Осы олимпиадаға орын аламын деген үмітте келіп отырмын. Аты жөнім Абдулда Серікбол. Математика пәнінің мұғалімі. Қарағанды облысы, Қарағанды қаласынан нөмір 92 гимназияның математика пәнінің мұғалімі. Жұмыс өтілім 20 жыл. Олимпиада туралы бізде облыста алғашқы іріктеу кезеңде жүрілді, сол кездерде естірім. Бұл енді дәстүрлі 7-ші рет жүріп жатыр екен. Әлде жалғасын тара берсін, бұл мұғалімдер үшін қажетті деп ойлаймын.